Сәлем, IT тірлік аппараттық танымдық журналының оқырмандары. Бүгін алғаш жолы гаджетке шолу жасап отыр. Қате кемшіліктер болып жатса кешіріңіз. Бүгінгі шолу жасайтын гаджетіміз бұл Padfone 2 Asus компаниясының гаджеті. Бұл гаджет әлі Қазақстанға келген жоқ, сатылымға шыққан жоқ. Бірақ бізге бұны ұсынып отырған Alser компаниясының сайты арқылы тапсырыс беруге болады алдын ала. Alser компаниясына ұсынып отырғанына алғысымызды білдіреміз. Енді гаджеттің өзіне оралатын болсақ, бұл өзгеше гаджет, өйткені екі құрылғыдан тұрады. Смартфон және Padfone станция дейді. Яғни док станция смартфонсыз жұмыс істемейді. Планшет фон деп айтса болады, яғни смартфон мен планшеттің қосындысы. Бұл жерде алдымен енді мына смартфонына тоқталып кетейік. Коробкасы былай, міне маған iPhone-ды есіме түсіреді. Не өте әдемі смартфон. Мынау қолданушыға арналған нұсқаулық. Зарядкасы бар. USB арқылы тығылып, USB тетігі арқылы тығылып, телефонға, смартфонға мына микро USB мен кіреді. Бұл док станциясына да осымен зарядталады. Құлақ қабы бар екен. Мына резинкелер. Сонымен болды. Мына жерде коробканың ішіндегі зат. Енді Padfone 2-нің өзіне смартфонына тоқталатын болсақ, бұл жердегі бас ерекшеліктер олар процессоры, оперативтік жадысы, камерасы. Және смартфонның өзі планшетпен бір симкада жұмыс істеуі. Яғни бір симка арқылы қоңырау шалу, бір симка арқылы мобильді интернетті пайдалану. Смартфон қазіргі нарықта бар смартфондардың арасында ең үздіктердің біріне қатарына жатады. Qualcommның Snapdragon деген орналасқан. Және тағы бір артықшылығы бұл жердегі 13 мегапиксельді камерасы. Ал бетпе-бет сөйлесетін камера 1,2 мегапиксель. 2 гигабайтты оперативті жады орналастырылған. Ол яғни процесстердің тез жұмыс істеуіне үлкен үлес қосады. Ал сақтау орнына мендегі нұсқасы 32 гигабайт және 64 гигабайт нұсқасы бар. Ал тайвандықтар үшін 16, 32, 64 гигабайттық бұл ұсынылатын болады. Біздің елге осы 32 мен 64 келеді. Ал егер бұны аз десеңіз, Web Store Asus'тың өзінің Google Drive секілді, немесе Microsoft'тың SkyDrive секілді Web Storage деген бағдарламасы бар. Сол жерден сатып алушыға 50 гигабайт орын береді. Батарейкасы зор, ол Wi-Fi желісінде 13 сағат жұмыс істесе, сөйлесу режимінде 16 сағат жұмыс істейді. Ал күту режимінде 2 апта. Бұл енді смартфондардың арасында ең зор ұзақ жұмыс істейтін деп сенем, өйткені бұндай күту режиммен ұзақ жұмыс істеп жатқан смартфондар аз қазір. Смартфонның өзі міне былай, мына жерде микро USB тығатын тетігі бар. Мына жерде дауыс шығарып азайтатын және смартфонды қосып өшіретін батырмасы. Ал мына жерде құлаққапты салатын тетігі. Ал мына жер болса, бұл жерде ине немесе түйрегішпен шығарып алатын, сим-карта салатын тетік слот. Бұл iPhone-ның салу несіне ұқсайды екен тәсіліне. Мына жерде дауыс шырқағыш. Енді док станциясына тоқталсақ. Док станциясының өзі мынандай. Asus деп жазылған. Мына жерде камерасы бар. Мына жерде слот. Бұлай смартфон салынады. Салынғанда мына жерде ұстап тұратын тістер бар. Ол смартфонды дұрыс салсаңыз, вибрация береді, экран қосылады сонда. Міне дисплейден көріне бастайды. Мына жерде дауыс азайтып қосатын, көбейтетін батырма бар. Мына жерде өшіріп қосатын батырмасы бар. Ұстауға ыңғайлы, текстурасы жақсы. Ал мына смартфонның текстурасы домалақ шеңберді, тегіс емес текстура. Ол яғни шығарып салғанға ыңғайлы. Бәрі ойластырып салған. Енді мына жердегі бағдарламаға келетін болсақ, бұл гаджетте Android 4.0 Ice Cream Sandwich операциялық жүйесі орнатылған, бірақ болашақта Android 4.1 Jelly апгрейд жасаймыз дейді Asus компаниясы. Бұл жердегі енді үлкен жетістік жаңағы смартфонның дисплейіне планшетке қосылғандағы бейімделгендері. Яғни көптеген бағдарламалар бейімделген, өйткені смартфонның дисплейі, экраны өзгеше, мына планшет өзгеше. Солардың бәрі жүздеген бағдарламаларды бейімдеп жасадық дейді Asus компания. Ол техникалық тұрғыдан да, бағдарламалық тұрғыдан да өте қиын жұмыс, бірақ іске асырылған. Тағы бір айтатын жайттар, ол жерде дыбысты шығарудағы
Asus'тың өзіне тән Sonic Master деген өте жақсы дауыс шығаратын дауыс шырқағышы бар. Және дауысты күйін таңдауға арналған Audio Wizard деген өзінің технологиясы бар. Ол яғни сөйлеу, speak mode, recording mode, жазба mode, gaming mode, немесе жалпы қалыпты жағдай. Бұл жерде бағдарламаларды айтып өтетін Asus Studio бар. Ол яғни бұл жерде суреттерді орналастыруға болады. Уақыт бойынша, Google Map бойынша белгіленген тегін жасауға болады. Және альбомдар бойынша бөлек. Және студенттер мен тілшілерге арналған жақсы бағдарлама бар. MyBcast. Бұл жерде өзің блокноты бар, жазуға болады. Және аудиокаст, видеокаст жасауға болады. Соның бәрін бұл автоматты түрде жасалған мультимедиалық құралдардың бәрін Web Storage деген виртуалды орында сақтайды. Артықшылығы сол бұл. Кез келген жерден интернеттен шығаруға мүмкін. Әлі жетілдіретін жеріне тоқталатын болсақ, бұл жерде смартфонда 13 мегапиксельмен түсірілсе, планшетке алып келгенде планшетте мына жерде өзіңіз көріп отырғандай 5-5 мегапиксельмен түсіреді. Болашақта осыны шешер деп ойлаймын. Және Android'тағы гаджеттерге өздерінде көпшілігінде микроSD салуға болатын болса, мына жерде сол жоқ. микроSD док станцияға да, смартфонға да салынбайды. Болашақта соны қосақ. Қысқаша енді түйіндеме жасайтын болсақ, бұл жерде смартфон мен планшетте гибрид жасау арқылы Asus өзінің смартфондар мен планшеттер нарығына шығуға тырысып жатыр. Планшет әлемінде революция алып келген Стив Джобс бұндай тәсілді қолдамас еді деп ойлаймын. Бірақ енді нарық көрсетер, қолданушыларға қызық болса ала жатар. Бағасына келетін болсақ, $800 шамасында болады. Яғни смартфон мен док станция бірге сатылады. Бірақ бөлікте сатылуы мүмкін дейді. Мынандай смартфондың қазір нарықтағы бағасы сол $800-900 бағасы. Меніңше бір смартфон алғанша екі құрылғы алған тиімдірек сияқты. Өте ыңғайлы. Жұмыста смартфонмен жүрсең, үйге келіп планшетті қосып алуға болады. Пайдалануға бейімделі. Қысқаша осы. Енді бірінші гаджетке шолуымыз ұнаған болар. Өз пікірлеріңізді күтеміз. Және де ұнаса, былай алдын ала тапсырыс беруге болады Алсерікке пайдасында. Алсерікке көп рахмет. Жақсы, сіздермен болған қуаныш. Сау болыңыз.